Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың жоспары Сарыарқа менің өлкем, туған өлкем атты сабақ жүргізіледі. Сабақтың міндеттері, мақсаттары. Оқушылар, сіздерге Сарыарқа туралы ақпарат береміз. Өлкенің географиялық, тарихи және мәдени ерекшеліктерін таныстырамыз. Сарыарқаның табиғаты мен байлығын қорғау қажеттілігін түсіндіреміз. Және міндеттері. Сарыарқаның географиялық орны, табиғаты мен тарихи туралы мәліметтер береміз. Оқушылардың сіздердің туған өлкелері Сарыарқа бойынша сүйіспеншілікті арттырамыз. Туған жердің тарихын қастерлеуге тәрбиелейміз. Қазақ халқының Сарыарқа туралы жайлы айтқандары: Сарыарқадай жер қайда, самал соқсын бел қайда. Бұл сөзі Сарыарқаның кең даласы мен таза ауасының теңдессіз екенін көрсетеді. Сарыарқа сайын дала, сарқылмас байлықтың мекені. Сарыарқаның табиғаты, байлықтары мол, мал шаруашылығы мен кен өндіру жақсы дамыған. Сарыарқа ерлер бесігі. Бұл өңірден Қаздауысты Қазыбек би, Бұхар жырау, Кенесары хан, Алаш арыстары сияқты ел үшін еңбек еткен тұлғалар шыққан. Сарыарқаның самалы, ер жігіттің жан азығы. Бұл сөз Сарыарқаның табиғаты адамға күш-қуат беретінін, жігерлендіретінін білдіреді. Бұхар жыраудың жырында Алаштың қара жерінде, Сарыарқаның белінде туып өскен ерлер көп. Айтсам соның бірімін. Бұл жырда Сарыарқа қазақ жерінің алтын қазығы екенін айтады. Менің туған өлкем Сарыарқа. Менің туған өлкем Сарыарқа кең байтақ, қазақ жерінің жүрегі саналады. Сарыарқа бұл аймақ өзінің шексіз сайын даласы менен, жуалы төбе төмпешіктерменен, айналадағы мөлдір көлдерменен, өзен бойы өрлей өскен нулы талдарменен, қараған мен тобылғы сайларменен, Қызыларай, Қарқаралы, Баянауыл, Көкшетау жерінің қарағайлы таулы сілтелерменен ерекшеленеді. Сілектерменен ерекшеленеді кешесі. Сарыарқа тек географиялық атау ғана емес, ол қазақ халқының өткенінің сыр шертетін қасиетті мекен. Бұл жерде Кенесары ханның, Алаш арыстарының, батырлар мен билердің ізі қалған. Сарыарқаның сайын даласы көптеген тарихи оқиғалардың куәсі болады. Бұл өлке табиғатпен ерекше, табиғаты да ерекше. Мұнда Бурабайдың көркем таулары, Қарқаралының ну ормандары, Балқаш пен Қорғалжын көлдерінің айдындары бар. Қорғалжын қорығы әлемге әйгілі. Ол жерде қызыл қоқиқаздар мекендейді. Сарыарқа біздің жүрегімізге жақын, туған жердің мешіті болып саналады. Сол бұл даланың желі де, өзені де, жері де, өзені де, құмы да маған ыстық. Мен туған өлкемнің табиғатын қорғаштап жүремін. Тарихын ұмытпаймын. Оның даңқын арттыруға өз үлесімді қосқым келеді. Сарыарқа тек туған жерім ғана емес, ол менің байлығым, рухани байлығым. Оның кең даласы мен маған еркіндік күш-қуат береді. Сондықтан Сарыарқа туралы тарихи жәдігерлік және географиялық орындарды айтамын. Сарыарқа кең байтақ жеріміз. Солтүстігі батыс Сібір жазығынан басталады. Шығысы Тарбағатай, Алтай, Ертіс өзенінен басталады. Оңтүстігі бетпақ дала мен Мойынқұм Сарысудан басталады. Ал батысында Торғай облысындағы Ноғалжар тауларымен шектеседі.
Осы үлкен алқапты жерлердің бәрісін Сарыарқа дейді. Ол Сарыарқаның 5 облысын қамтиды қазіргі заманда. Павлодар облысы, Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Ұлытау облысы, Семей облысының және де Қостанай облысының жартысы. Сарыарқаның басты тау жүйелері. Ұлытаудың өзі тау сүлеттері бар. Сосын Қарқаралының Қызыларайдан бастап Қарқаралы, Бурабай, Көкшетау сүлектерімен жалғасады. Арасында Жасыбайдың Баянауылдың сүлектерімен жалғаса береді. Соның жалпы кішкентай төмпешіктермен басы Ақсоранмен басталады. Яғни Ақсоран Сарыарқада ең биік тау аталады. Теңіз деңгейінен 1,5 километр. Сарыарқаның тағы өзен көлдері көп. Есіл өзені, Нұра өзені, Сарысу өзені, Жақсықон, Ескіқон, Керей өзендері, Соналы, Құланөкпес өзендері бар. Оңтүстік шығысында Балқаш көлі жайланған. Қорытындыға келсек, Сарыарқа өте қазақ жердің алып жерлерін алып отыр. Ең көрнекті жерлері ортасы болып саналады. Сарыарқа туралы Мұхтар Әуезов, Қасым Аманжолов, Сәкен Сейфуллин сынды ақын жырлар да жырлаған. Үштөбе бидің бірі Қаздауысты Қазыбек би айтқаны: біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкіммен соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкіт тапқан елміз. Ешбір дұшпанын басынбаған елміз. Басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын тақтай білген елміз. Атадан ұл туса, ұл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса, күн боламын деп тумайды. Сарыарқа Алаш идеясының белгісі. Сарыарқа Алаштың ар-ұжданы. Алаш қозғалысын мен Алаш автономиясының орталығы Сарыарқа жерінде Семей Алаш қаласы болған. 1917 жылы желтоқсанда өткен екінші жалпы халықтық съезінде Алаш автономиясы жарияланды. Оның астанасы ретінде Сарыарқа даласындағы Семей таңдалды. Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш зиялылары Сарыарқаның қазақ мемлекеттілігінің негізгі тірегі ретінде қарастырылды. Сарыарқа еркіндік пен намыстың символы. Бұл өлке қазақтың еркін өмір салтының, ұлттық болмысының қалыптасқан жері. Абылай хан, Кенесары хан сияқты тарихи тұлғалар Сарыарқада ел бірлігін сақтап, қазақтың тәуелсіздігі үшін күресті. Құрманғазының Сарыарқа күйі де осы дананың еркіндік рухын бейнелейді. Алаш арыстарының ұлы мекені Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов бәрі де Сарыарқада еңбек етіп, ұлттық бірлік пен тәуелсіздік үшін күресті. Олардың идеялары қазақтың ұлттық санасын оятып, Сарыарқаны ұлттық рухани тірегіне айналдырды. Сарыарқа қазақтың жүрегі. Бұл дала географиялық орталық қана емес, ұлттық бірлік пен тәуелсіздіктің символы. Қазақ халқының тілі, мәдениеті, дәстүрі осы кең байтақ даланың аясында сақталды. Сарыарқа қазақтың ұжданы. Деу, оның ұлттық намысы, рухы, мәдениеті осы жерде тамыр жайғанын білдіреді. Қорытындыға келсек, Алаштың ұжданы Сарыарқа. Бұл жай ғана сөз емес, қазақтың азаттығы мен ұлттық рухының мәні. Сарыарқа қазақтың тарихи, мәдени және рухани тірегі болғандықтан Алаштың зиялылары оны ұлттық ар-ұжданы деп санаймыз. Құрманғазы Сағырбайұлының Сарыарқа күйі қазақ халқының кең даласын, еркіндігін, қайсар рухын бейнелейтін ұлы
шығармалардың бірі. Сарыарқа күйінің мағынасы кең дала мен еркіндік. Күйдің әуені Сарыарқаның шексіз кең даласын, жайлауын көз алдына әкеледі. Оның қуаты әрі екпінді дыбыстары қазақ халқының азат өмірін, кең даланың еркіндігін суреттейді. Сарыарқада Ұлытау ең киелі меке, ұлы киелі жер. Осында хандар ордасы бар, түркі мәдениетіне келе жатыр. Дешті Қыпшақтың Сарыарқаның ортасы деп айтуға болады. Кең байтақты жайлаған, осында жошының мавзолейі бар. Осында Алтын Орданың бесігі осында орналасқан. Келесі. Сарыарқаның Ақтоғай ауданындағы Қызыларай таулары. Олар Ақсоран тауларымен жалғаса береді. Ақсоран тауы Қызыларайда орналасқан. Яғни қазақтың жаңағы кішкентай төмпешіктер таулы жерлерден Сарыарқа жерінде ең биік орналасқан тауы Ақсоран тауы. Оның ішінде Қызыларайда тұрған елді мекен. Қарқаралы Сарыарқамыздың шығыс жағына қарай Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы көркем сулары Шайтанкөл, үстінде бассейн көлдері бар. Әжепте мемлекетпен қорғалатын Қарқаралының қорымы бар. Яғни ол елді мекен талай қазақтың туған жері. Ат үстінде жүрген қазағымыздың киелі жері, яғни рухани табиғи үлесі бар, мәдениеті өте жоғары Сарыарқадағы кең байтақ жеріміздің бірі. Шыңғыстау Сарыарқамыздың шығыс жағында орналасқан. Шыңғыстау деп ертеде осы Шыңғыс бабамыздың, яғни жеріне байланысты Шыңғыстау деп атаған. Бұл Семей өңірі жағында, Аягөз жақтарда, яғни Қайнар ауданы, Семей облысы Қайнар ауданында орналасқан Шыңғыстау тобықтылардың жайлы мекені болып саналады. Өте аңызға толы тарихи мекен. Баянауылдағы көркем жерлер. Мынау Торайғы деген жердегі кемпіртастың мүсіні. Кейбір деректерде айтады, бұл кемпіртас құбылықтар, біресе жас әйел болып тұрады, келесе қартайған қария болып тұрады. Біздің арыс алыштар, алаш арыстардың мекені, және Біржақ Дулаттың туған жері болып саналады. Торайғырдың да туған жері болып саналады. Енді Сарыарқаның төрінде Абылайдың ордасы, Сексенкөлдің аясы, Оқжетпес деген тауы бар. Бурабайдың, Көкшетаудың Бурабайы. Ол да табиғаты екінші Швейцария деп атайды, және мемлекетпен қорғалған. Және де өзінің флора фаунасы өте бай, әдемі жерлер. Сарыарқаның жағында Балқаш көлін атап өттік. Одан кейін оның батысында, солтүстік батысына қарай Қорғалжын деген қорым бар. Қорғалжында ескі қорық, оның ішінде осымен мемлекетпен қорғалған қызғылт түсті қоңырқаңыздар мекендейді. Олар өзі бір жылына бір рет осында ұя салып, өз несімен мамырлайды екен. Жаңағы жұмыртқаларын ұя салып жұмыртқаларына. Еліміздегі табиғатпен қорғалған Қарқаралы ну ормандарына айта келсек, Сарыарқаның дәл ортасында жаңағы тау сілектерде, Қарқаралы сілектерінде жаңағы нулы қарағай, қылқан жапырақты қарағайлар көп. Және сол жерлерде табиғаты мемлекетпен қорғалған. Ал енді балалар, бекіту сабағымыздың Сарыарқаның тарихи тұлғалары кім болған бойынша тарихи тұлғалар ата-бабамыз. Ата-аңызға айналған Абылай кеңесшісі Бұқар баба жырау би болған. Шешендігімен елді аузына қаратқан Қаздауызды Қазбек үш төбе би болған. 300-дің басын қосқан Абылай әйгілі атақты хан болған. Алаш арыстары азаттық үшін күрескен жандары пида болған. Сабағымызды осымен аяқтаймыз. Рахмет қатысқандарыңыз үшін.